айтайын мен сендерге. Страх смерти, я болмаса бірдеңе жасату, тіс салу там, или там бірдеңе блефаропластика, бірдеңе жасатуға қорқатын адамдарға просто өздеріне көп враг жинайды, көп дұшпан жинайды, тілдерімен, іс-қимылдарымен, байқамастан, енді байқамай жасайды ғой адамдар, әдейі өзіне өзі неткісі келмейді. Өзіне өзі как можно записаться деп бір Гаухар деген қызым жазып жатыр екен, айта кетейін. Как можно записаться болғанда менің WhatsApp-ыма шығасыңдар, қыздар. Или звондап, или WhatsApp-ыма шығасыңдар, или дайрегіме шығасыңдар. Арая жазылайын деп едім, осындай уақытқа жазылуға барма деп. Мен түске дейін ешкімді алмаймын, өйткені түске дейін мен өз-өзіммен заниматься етем, қыздар. Мен өзіммен спорт, жаңа йога, пилатес дегенде өзімнің нелерім бар. Түске дейін өзіме қатты күтінуім керек. Қатты күтінем өзіме. Түске дейін жасап аламын. Сосын түс қайта ғана қабылдаймын, қыздар. Соным жетіп атады өзіме. Сондықтан страх смерти, неге адам қорқады страх смерти? Потому что өзіне көп враг жинайды, қыздар. Тілмен, іс-қимылыңмен, жаңағы білместіктен жасайды енді адам, да? Сол уақыттарда жаңа мен өліп қалсам бәрі рахаттанады-ау, мен өліп қалсам ана дұшпандарым, я болмаса менің блефаропластикам дұрыс шықпай қалса, я тіс салып жатқанда ісіп кетсе, я өліп қалсам, ана дұшпандарым рахаттанып күледі-ау, ана туыстарым өткенде маған неткен, екеуміз керісіп қалған или ұрысып қалған, солар рахаттанады-ау деп ойлайды. Сондықтан қыздар, ешкіммен дұшпандаспай жүрсеңдер, өмірлерің тыныш болады, қыздар. Мен бүгін бір не жібердім ғой, ешкімнен ештеңе күтпесеңдер, рахат өмір сүресіңдер. Рахмет күтпеңдер, махаббат күтпеңдер ешкімнен. Мынау бүй деп айтпады-ау, мынау рахмет айтпады-ау, мен үйді жинап жатырмын, жуып жатырмын, я енеңнен рахмет күтіп, я жақын жоғыңнан бірдеңе жасап алып, одан рахмет күтіп, ондай ештеңе күтпей жүрсеңдер, қыздар, өмірлерің әдемі болады. Сондықтан ештеңе күтпеңдер. Ешкімнен жеңем деп өмір сүрмеңдер. Жеңіле салып өмір сүріңдер. Сонда өмірлерің жайдары болады, өмірлерің жарқын болады, дұшпандарың жоқ болады. Сондықтан жайдар жүріңдер, жарқылдап жүріңдер, әр моментті ойнап күліп, еркелеп жүріңдер. Еркелеп жүрген адамдарға да жағады, Аллаға тем более жағады. Ойлайды, менің беріп атқан көзіме, менің беріп атқан өміріме, менің беріп атқан ауама, менің беріп атқан күніме, бәріне риза болып отыр екен ғой, жаным деп бергеннің үстіне бере береді, қыздар. Сосын өздерінің биохимический реакцияларын вообще керемет болады. Сонда ештеңеден саспайсыңдар. Ал енді сендер біреуді жеңем деп, десе мә деп тастап, шапшаңдыққа салынып, сондай болып жүрсеңдер, өз-өздеріңе враг жинайсыңдар, и сендердің жүректері, біздің жүрегіміз тек қана неге махаббатқа арналған, қыздар. Сондықтан Алла тағала біздің жүрегіміз тек қана махаббатқа, бір-біріміз сүюге, құшақтауға, жақсы, тілімізде де сол үшін берді. Сондықтан тілімізде де жақсы сөйлеп, жақсы сондықтан қазақ бекер айтпайды ғой. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады дейді. Сондықтан аузымызды шіртпей, лучше жаңадай жақсы сөйлеп отырсақ, біртүрлі әдемі болып көрінеміз, қыздар. Жақсы, әдемі, жұғымды болып сөйлеп, мақтап сөйлеп, энергия беріп сөйлеп отырсаң, сенің бетіңдегі қыртысың да, ұсқыныңда, даже көйлегіңнің бір жерлері кірлеп тұрса да, сенің кіріңді де көрмейді. Понятие болады. Сонда ештеңе етпес, бұл апаның ар жақ несі жақсы ғой, бұл қыздың елі там. Бұл кісінің ар жақ жан дүниесі жақсы ғой. Ладно, енді бір су болмай қалған бұлар көйлегін жууға. Я бірдеңе болған, я мысалы бет аузының қыртысын көріп жатса да, оны бәрі әдемі болып көрінеді. Өйткені мына тіліміз, өзіміз іс-қимылымызбен тартамыз, қыздар. Іс-қимылымыз әдемі болса, бүкіл біздің мына бетіміздегі морщинкаларымыз да көрінбейді, көйлегіміздің кірлері де көрінбейді, бәрін түсінуге тырысып тұрады сені. Когда ты гибкий болып тұрсаң, когда сен өзің ұнамды болып тұрсаң, сонда сенің ештеңе етпес. Бұлай апаның ар жағы күшті ғой, или там мына қызымның ар жағы жайдары ғой, жайнап тұр ғой ар жағы. Жұп-жұғымды, кәдімгі сөйлеген сөзі қандай майда, істеген іс-қимылы қандай, жарқырап жүр, билеп жүр ортада, үйтіп жүр, бүйтіп жүр, керемет қой. Ештеңе етпес, енді ода адам баласы ғой. Бір жағдай бола салған, көрмей қалған бұлар сол жердің кір екенін, пятно екенін.
или тағы бірдеңе деп, сондай да керемет дүние болады қыздар. Айша қызым амансың ба? Айша қызым айтып жатыр. Тастадың ғой күнбегін неге шығып, эфирға шығып, өзіңіз үйретіп тастадың ғой, апа қайда жүрсіз деп. Ну, жаным, махаббатыңнан айналайын, Айша жаным. Ал солай қыздар, мен просто сосын айтайын дегенім, жаңа страх смерти бастап жатырмын ғой енді, да? Страх смертидан қорықпаңдар қыздар. Негізі байқап отырсаң, сондықтан айтады, Ош айтады ғой, смертельный одыр деп айтады ондайды, иә? Нағыз өлейін деп жатқан кісінің қасына кәдімгі отырыңдар қыздар, қорықпаңдар. Нағыз кетейін деп жатқан кісінің қасына, если хотите духовным быть, если хотите жаңағы өмірдің қиыншылығын жеңгілерін келе ме, прямо өлейін деп жатқан кісінің қасына отырыңдар. Отырып қарап, взглядтарына қарап, отырып кетіп баратқандағысын қарасаңдар қыздар, иә? Сонда мен кәдімгі сіңлімнің қасында отырдым. Мен оқыған бір бөлек, мына практика жүзінде көргенің бір бөлек. Сонда кәдімгі действительно нетесін. Сонда адам о дүниеге кетіп батқан қуанып кетіп баратады. Оказывается, мына өмір экзамен сияқты екен ғой. Сонда қуанып кетіп батады. Мен оны сіңлімнен көрдім. Сондықтан қыздар қорықпаңдар. Бәрібір бір өлім бар. Өлмесе ата-бабам қайда кеткен деген сияқты. Сондықтан өлімнен қорықпай, одан да өздеріңе жаңағы не жасап қойыңдар, өздеріңе план жасап қойыңдар, өздеріңе күнде қазір мен жүгіріп алам, секіріп алам, кішкене бір сағаттай билеп алам, тамағымды жасап қоям газге, одан кейін жаңағы нелерімді бодифлексім жасап алам, или там бір орында 300 рет секіріп алам, я болмаса отжимание жасап алам, приседание жасап алам деген сияқты барлық нәрселерді жасап отырыңдар қыздар. Өмір, это движение, ешкімді жұмсамаңдар, жұмсауға тырыспаңдар. Өздерің жүгіріп жүріңдер. Әр уақытта мен даже осы жерде келінім ана жерде шай құйып нетіп отырғанда өзіме бір керекті нәрсе болса, ананы алып келе қойшы деп айтпаймын. Барам да жүгіріп, өзіме сондай ритуал қойдым. Мен никогда ешкімді жұмсамайыншы деп. Ал жұмсай берсең, сен отырып алып жұмсай берсең, онда действительно жұмсайсың. Онда сен қазір жұмсап отырасың да, күш қуатың бар да. Отыра, зона комфорттан шықпайсың, ананы жұмсайсың, мынаны жұмсайсың, сүтке де нанға да мысал үшін. Или болмаса ана жерге барып келуге де жұмсайсың. Сөйтіп жұмсап отырып, ең соңында өзің действительно постельный боласын да, действительно жұмсатады Алла тағала. Сондықтан ешкімді жұмсамаңдар. Атып түргеліп өздерің бара салып, атып түргеліп өздерің жасай салып, атып түргеліп ешкімді. Мен айтамын ғой, желательно даже үйді жинауға да қарақалпақ өзбектерді алмауға тырысу керек негізінде. Енді бір қатты бизнесмен болып, қатты бір үлгер алмай сөйтіп атқанда болмаса, бұлай негізі желательно жаңағыдай өздерің жуып, өздерің жинауға тырысыңдар үйді. Өйткені біріншіден сен ақша беріп атқанда, ақша беру қиынға түсіп атады. Соңғы жағында ол баланың жүргені білінбейді. Ең соңында ақша беріп атқанда жының келіп беріп атасын, бергін келмейді. Любой адам ақшаны бергісі келмейді. Сондықтан енді бәрі ол үшін духовный болу керек қой. Ой, байғұс бір ай бойы жасады ғой, берейінші, ладно, оның еңбегі көп қой деп берсеңдер жақсы. Ана беріп атқанда ақшаны өте қиын болып атады. Сондықтан ол ақшаны бергенше, енді энергияңды беріп атасың ғой, ақша бердім деген сөз, энергия беріп атасың сен. Өз энергияңды өзің беріп атасың. А неге сен мешелсің ба? Неге өзің жасап сол ақшаға лучше өзің бірдеңе алмайсың, өзің бір духиыңды алмайсың, керемет, өзің бір жақсы көйсің. Неге сен сол қарақалпақ өзбек жалдап, неге сен соны энергияңды, ақшаңды неге біреуге беруің керек? Ақшада оңайлықпен келмейді ғой, еңбек қой ол да. Сондықтан әр адам өзі негізі соны білген жақсы. Әрі өзіңнің үйіңді өзің жинайсың, жуасың, махаббатыңмен жуасың, жинайсың. Әр жинаған дүнияң өзіңнің еңбегіңмен келген, энергия берген дүнияң. Сол әрбір дүниені жақсы етіп өзің сүртіп, с любовью дегендей, махаббатыңды беріп, өзің сүртіп, өзің жинағанға не жетсін қыздарым. Енді ол дұрыс емес пе дейді. Мен ұлдарымды жұмсаймын, үйренсін деп, сонда ол дұрыс емес пе дейді. Жоқ, дұрыс. Просто отырып алып, кейде бір отырып алып, анаған, білмеймін, мен желательно мен өзім жүріп, өзім жинағанын жақсы көрем, білмеймін. Енді балдарды да жұмсаған жақсы ғой, әрине. Балдарды да енді әліне қарап
сасы баланы бүйте қой, мынаны сөйте қой. Сонда балдарда енді өмірге шыңдалып өседі ғой. Одан бөлек сен отыра қалып құртты анан әкеліп берші, мына бір құрттай бір мына тұрған жерге де атып түрегеліп өзің барып, өзің келіп неше движение жасайсың енді. Жүріп, аяғыңмен жүріп қанша движение жасайсың. Сондықтан мен просто айтып отырғаным. Сонда әлгі Ош айтады ғой, мен Ошының кітабын оқимын ғой, сонда Ош айтады өзінің оқушыларына. Мен сендердің бәрібір жоғарыларында духым төбелеріңде жүреді дейді. Мен сендерге бәрі көмектесіп жүрем дейді. Бірақ сендер мен өлгенде сендер билеулерің керек. Обязательно билеп, өлең айтып, көңілді өткізіңдер деп айтады. Сонда өлгенде дейді, Оша өлгенде бәрі өзінің нелері билеген дейді. Билеп, өлең айтқан дейді. Мен соны оқыдым, қыздар. Сондықтан мен әлгі қайғы басып атқан адамдарға да жұбатарым. Енді любой адам барады, любой кетеді. Сондықтан тек иманды болсын деп. Сондықтан мына тірі жүргенде қадірімізді білейік. Әр адам тірі жүргенде қадірімізді білейік бір-біріміздің. Сондықтан өлгеннен кейін қанша жыла, сабала, қанша еңіре, өкір, бәқір, все равно ол қайтып келмейді, әрі өкінішті болады. Сондықтан ешқандай ең болмағанда зиянын тигізбей, ең болмағанда минус айтпай, ең болмағанда қолыңнан келсе энергия беріп сөйле, келе алмаса ең болмағанда зиянын тигізбе, артынан өкінбес үшін, қыздар. Супер энергия тұнып тұр ғой, тұла бойыңызда дейді. Рахмет. Мен өзімді солай программа жасаймын, қыздар. Любой уақытта мен ешкімге ренжімеуге тырысамын. Кто я такая деп өзімді өзім солай ұстаймын. Кто я такая вообще? Кіммін мен соншама? Анаған ренжитіндей, мынаған ренжитіндей, мысалы келінге ренжитіндей, балаға ренжитіндей, или там достарға ренжитіндей. Кто я такая? Өздеріңді қарапайым ұстасаңдар, қыздар, кто я такая? Сонда эголарың кетеді, қыздар. Эгоны питать етпеңдер. Абысын екеуміз терісіп қалдық сөйлескенде, түрін көргім келмейді, баласында қарадым. Жақсылықты білмейтін адам екен, айтпағаны жоқ, мысықсын, жылансын, аферистсің деп көріскенде баласының сөзіне сеніп. Енді ақылсызбен ақылсыз болма, жарығым. Абысының ақылсыз екен деп сен ақылсыз болма. Үндемей-ақ қал. Үндемеген үйде пәледен құтылады. Біріншіден сен абысынсың. Абысының ол. Біріншіден ол үлкен. Жақсы болсын, жаман болсын. Ол сенің абысының. Екіншіден сен күйеуіңнен айырылмайынша, абысын бол, келін бол, бір-бірлерінен айырылмайсыңдар, қыздар. Қалай де, олай де үндемей қал, болды. Мейлі ол ақымақ болса, баласының сөзіне сене берсін. Сен главный өзің Алланың алдында ақ болсаң, спокойно боласың. Мен өзім солай программа жасаймын. Өзім главный Алланың алдында ақпын, болды. Ол саған қара күйе жағып атыр ма? Ол саған нетпеу керек, жаңағы ол сені қажамау керек, ондай. Оның қылығы, оның сөзі сені қажамау керек. Өйткені сен Алланың алдында ақ болып жүрсең болды, қыздар. Өзіңді Алланың алдында докажи. Ешкімге не оправдывайтесь, қыздар. Ешкімге ақталмаңдар. Мен үйткен жоқпын ғой, мен бүйткен жоқпын ғой, мен сенің балаңды бағып едім деме. Өйткені баласын бақсаң, Алла көріп тұр, сауап үшін бақ. Ал рахмет күтпе, ешкімнен жақсылық күтпе, жарығым. Енді мейлі артист десін, аферист десін, ондайдың түрін естідім, мен лично өзім естідім, бірақ ойлап атқан жоқпын ғой, да? Көріп отырсыңдар ғой, түрін айтады. Ана слабый адамдардың сөзі. Өзі сондай артист бола алмайды, өзі сондай аферист бола алмайды. Мен айттым, сөз нағыл деген сөз. Аферист деген екі бизнесменнің ортасында айтылатын нәрсе. Бір-бірін алдап-солап, миллиардтарды алдап-солап қағып кететін адамдарды айтады аферист деп. Бұл жерде гибкость дейді. Гибкостьпен аферистті айыра алмайтын адам надан адам, одан саспа. Значит, ол өз надандығын көрсетіп тұр. Өзі сондай бола алмайды, өзі сондай гибкий бола алмайды, ол саған жете алмайды. Сондықтан ол не істеді, енді тырналанып жатыр. А ты сильная, ты молодец. Любой неден бүйтіп ситуациядан былай шықтың. Сөйлеп те біліп жатсың, жаңағы мысық бол, мейлі мысық десін, мейлі жылан десін, сен жылан рөлінде де ойнай алдың, ты молодец. Сен мысық рөлінде де ойнай алдың, ты молодец. Ал ешкім өзі пусть попробует, өзі мысық болып қарасын, өзі жылан болып қарасын. Ана слабая. Раз ол сондай сөздер айтып тұрма, значит слабый адам, қыздар, саспаңдар. Сен дальше продолжай, дальше мысық бол, күшік бол, мейлі қайткенде де сол ситуация шығып кет, үндеме, дысыңды шығарма.
жаңағыдай қалай де олай де ертең келеме таспен ұрғанда аспен ұра бер. Келме, ой жаным деп, ой жаным, жаңа атын атайсың ба білмеймін, абысын дейсің ба, апа дейсің ба білмеймін, сен баяғы шайыңды бере бер, қабағыңды аяма, тамағыңды аяма, бере бер жарығым, бере бер, қор болмайсың. Мен өзім солай өмір сүрдім, и сүріп келе жатырмын да. Мен ешкімге қазір, ешкімге минус айтпаймын, ешкімге, бәрі адамды түсініп болдым. Сен ол адамды түсініп болдың ба, желательно әрірек жүргенің жақсы. Енді мейлі, енді ол саған күні қарап тұрма, мейлі ол ақылсыз, өз ақылсыздығынан ол проблеманы жинай береді. Өзінің ақылсыздығынан ол талай соқпаққа түсе береді. Тап солай ешкімнің тілін таба алмай, ананың да ағайын тумасының да тілін таба алмай, ол жүре бер. Күндердің күнде сен озасың. Сол уақыттарда ол да сен сияқты мысық болады, сен сияқты жылан болады, сен сияқты аферист болады. Сен, наоборот, примерныйсың. Так что продолжай дальше, қызым. Жасай бер, жақсылығыңды жасай бер. Таспен ұрды ма, аспен ұра бер, баласына әкеліп тастаса, баласына да нетпе, баласына да ол айтты ма, айтпады ма, бейкүнә сәбиді кінәлап, ертең күндердің күнде оған дұрыс емес қарап жүрме. Сол тәтті тамағыңды, бұрынғыдай тәтті жақсы қабағыңды, жайдары қабағыңды жасай бер, жарығым, жасай бер. Алла көріп тұр, Алла көріп тұр. Сондықтан ешқандай ұрыспа, керіспеңдер, қыздар, өздерінің жүректеріңді ауыртасыңдар, өкінесіңдер ұрысқаннан кейін. Неге айтып тастадым, осы менің шапшаңдығым-ай деп өзің ауырып, өзің жата алмай қаласың, жарығым. Сондықтан саспа, ештеңеден саспа. Бетіңізге Алла тағала нұр жаптырып тұр ғой дейді. Жаным, рахмет, жаным, құлыншағым, рахмет. Алла тағала сол сендердің махаббаттарыңмен жатқызбай жатыр, жандарым. Сендердің махаббаттарыңмен жатқызбай жатыр. Сондай тәтті сөздерің жатқызбай жатыр мені. Менің де шаруам жетіп жатыр. Сондықтан қыздар, мен осы неге шығып тұрғаным, қазір эфирға да шығып тұрғаным, сендердің тәтті сөздерің, тәтті сөздерің сол жатқызбай жатыр мені. А то әр адамның жұмысы көп қой, қыздар. Так, абысынды айттым. Так. Ой, Рая апа, жақсы көрем сізді. Жандарым, мен де сендер Так, 6 жыл өтті, айырылғанына наглая, значит. Рая апа, сәлем бердік. Бывшая жена ходит ночевать к Енешке и к родственникам. Как эту ситуацию отпустить? 6 жыл өтті, айырылысқанына мен оларды айырған жоқпын, сразу айтамын дейді. Молодец. Ну ничего, ты продолжай дальше жить, жарығым. Ары қарай өміріңді сүре бер. Оған қарама, о жаққа сығалама, келеме, кетеме. Ол свободный адам. Ол просто, она хочет мешать вам. Одан саспа, сен дальше продолжай его любить, дальше продолжай. Доброта, любовің жасай бер күйеуіңе. Күйеуіңді сол үшін нетпе, сол үшін күйеуіңнің ешқандай да кінәсі жоқ. Ол от злости это все делает, злостная энергия у нее. Ну ничего, жаным, сен тек үндеме, о жаққа қарама, даже олардың несін нетпе. Енді Алладан тіле, Алладан сұра, қызым. Алла тағала жолымда шакөр, Алла жолымда шакөр деп, Алладан тек керек жарағының бәрін Алладан сұра. Алла тағала мен жолымда шакөрш, Алла тағала деп Алладан тілеш, Алладан сұраш, жаным. Алла тағала күйеуіміздің, екеуміздің ортамызға малғын түсіре көрме. Алла тағала қолдай көр, қорғай көр деп. Әуелде күйеуінің алтын екенін білмей, опық жеген әйел жей берсін. Енді ол солай опық әлде де оқып, ондай адамдар, және злостный энергиясы бар адамдар, тағы да поражение, тағы да сенсізде басқа поражение толып жатыр. Бірақ сен дальше продолжай жить. Сен күйеуіңді сол үшін мүжіп, қажап, ол күйеуің айтып жатқан жоқ, біздің үйге келіп тұр, мешать етіп тұр бізге. Я болмаса жаңағы әдейі істеп тұр ғой, әдейі істеп тұр. Ол әйелдің де бас жасамайтын әйел әуелде күйеуінен айырылмау керек еді, ондайы бар. Көкірек әйел болып тұр ғой, ондайы бар, әуелде айырылмау керек еді. Ол әйел басы жасаса, күйеуінен айырылмау керек еді, баланы әкесінен айырмау керек еді. Енді өкініп жүрсе керек, енді ол Алла тағала ол неге ақылына ақыл, санасына сана қоса көр деп тіле, жаманды ойлама оғанда. Ол да бақытты болуға лайықты, бірақ білмей тұр, как надо вести себя, білмей тұр. Енді ол әуелде айырылды ма, өзінше көкірегін керіп.
ойлаған болар, артынан өзі келеді деп ойлады ма екен. Енді оны білмеймін ғой, сонда жамандық ойлама, пускай ол сені сильный қылайын деп тұр қыздар. Ол да әдейі өзінің қылығымен, өзің ол білмей тұр саған дос болып келіп жатқан. Ол әйел де саған дос болып келіп жатыр, жаным. Сені шыңдағысы келіп жатыр, сені сильный қылғысы келіп жатыр. Сондықтан сен сильный бол да, өзіңмен өзіңе жаңағы нені жасап қой, расписаниең жаса, өзіңнің тек неңмен жүріп тұр. Сығалама ана жаққа, я енең жағыңа сығалама, я не жағыңа сығалама. Енеңді айту керек, айналайын, әуелде кетпеуің керек еді, енең де ақылды болу керек. Әуелде кетпеуің керек, ене жылтыңдап келе бересің. Обал емес пе? Енді басқа адамға үйленді ғой деп, ене де ақылды болу керек бұл жерде. Ене де айту керек, айналайын, енді сыпсыңдап маған келе берме. Әуелде соны білдің ғой сен, бәрі ол еркекке әйел табылады. Ал сондай үйленіп кеткен екен, сен не бетіңмен келіп жүрсің енді маған деп ене де айтып тастау керек негізінде. Енді ақылды ене болса қайдан білейін, ол үйтіп кіріп шығып жүргізген. Мен мысалы лично өзім мысалы ондай адамдар жоламауға тырысам. Кетіп қалған келіндерге бірдеңеге мен жоламауға тырысам. Кейде бір болады, тоже бір ағайын адамдардың несі келгіштеп атқанда мен енді кішкене енді іштең етпе, сен жаңа өмір баста деп мен айтып жіберем. Кейде бір сыпсыңдап келіп атады ғой, енді кетіп алып өкіне ме, білмеймін, сондай бар ғой енді. Сондайда мен айтам, айналайын, енді көп нете бермешейші, өз өміріңді өзің бастап кетшейші, неге сығалай бересің? Артқа әуелде айырылмауың керек еді. Енді артқа неге сығалай бересің? Неге сен сол өмірден әлі қишайшы, неңді, связіңді қишайшы, сосын жаңа өмір бастап кетшейші, әуелде не ойладың? Деп мен мысалы, жаңа өмір бастап кет деп мен оған сөйтіп айтып жіберем. Негізі сондай енді өмірлеріңде болып жатса, бәріңе де айтарым. Өмірлеріңде болып жатса, сондай кеткен, сонда сендерді жек көріп кетеді қазіргі жаңа әйелі, қазіргі екінші әйелі. Сендер солай онда уже сендерді жек көріп кетеді. Просто айтады, сонда қалай бұл, маған жақындығы бар ма, әлде ол сол бывший әйелге жақын ба деп ойлап қалады. Сондықтан желательно подальше от себя қылыңдар, қыздар. Ақылдарың болса, енді ана қызға кеткен әйелге айтып түсіндіріп жіберіңдер, отпустите. Сондықтан бәріңе айтарым, сондай жағдай болып атса, я енелерге айтарым, әуелде со баланы ұстауға тырысыңдар, со бала келінді айырмауға тырысыңдар. Енелер тоже сіздерге айтарым. Әуелде баланы, я енені келінді айырмауға тырысыңдар. Ол жас балдар ақылсыздыққа салынып атқанбылар, көкіректікке салынып атырғанбылар, малығын үрдіме дегендей. Сонда жібермеуге тырысыңдар. Ана баланы ойлап қалыңдар. Сондықтан нетуге жібермеуге тырысыңдар. Әйтеуір балаңды да айт, балаңа да айт, ертең күндердің күнде өкінесің. Ана сәбиіңді аямайсың ба деп. Әйелге де айтып түсіндіріп, желательно нетпеуге тырысыңдар, бүйтіп бір уыста ұстауға тырысыңдар. Түсіндіріңдер, анасы болып түсіндіріп отырыңдар. Ол кетсе кетсін, мейлі мен балама не жетеді деп отырып алмай. Ал енді сондай ситуация болды ма, құрметті енелер, енді кіргізбеңдер, особо көп жақындамаңдар, өйткені мына баланың өмірін құртасыңдар. Мына бала келін, жаңа келіннің екінші әйелі, например, сосын барып мүжит, сенің мамаң жарым ба, бас жасай ма, неге кіргізет, неге ортамызға әдейі жасап жүрме, неге кіргізет деп. Балаға бұрынғы әйелге түсіндіріп айту керек. Енді сен біздің мен қазіргі баламның жаңа өміріне айналайын, енді сыпсыңдап, уже мені жек көріп кетеді содан кейін. Маған жыны келіп кетеді деп ене түсіндіріп айта білу керек. Кеткен келінге сыпсыңдап оны үйге